Америкада кәсіби бокстан өнер көрсетіп жүрген Мадияр Ашкеев бауырымыздың үйіне бара жатырмыз. Кенеттен ойыңды өзгертіп жібердің Лос-Анджелеске. Неге Лос-Анджелес? Деревян чемпион міне қазір құл болып жүрдеді, былай айтқанда қазақ былай жалпақ тілмен құл болып жүрдеді. Есік жақтан бір екі дәуде полицейский келіп тұр, екі здорово, бізге айтады, аяқтарын ашыңдар, қолдарын көтеріңдер, екі шетке екеуің тұрыңдар дейді, былай шетке. Сосын екеумізді алады да ровд қалып кетеді, осы жақтан біздің тілмен айтқанда полицейский участокке. Сол кісіні жаман қылды енді былай айтқанда. Осы жақта жүр қазір. Қарны ашып кеткен, күн-түн ауысып жатыр, самолетте тамақ дұрыс жей алмайсың, сұрай алмайсың. Ломаченкомен жұмыс істеп жатады, Ломаченко үйінде спарринг істеп жатады. Ломаченко жұлдыз. Өгізі жұлдыз чемпион. Соны жеңсең контракт аласың деді. Мә, барым салу керек болды. Барым 3 раундқа салам мен, не болса да енді. Ана құламайды, кәдімгі ударлар тигізіп жатыр, ол да тигізіп жатыр. Мықты екен. Төбелестік. Істемеймін, шаршы, ол да болды деп шаршатып едім. Мә, қуанып кеттім ғой. Ана егіз бүйтіп қарап қалдым, егіз сөйтіп. Нормально қарап қалған сияқты болды өзіңіз. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар ма? Сіздермен бірге әдеттегідей Америка құрама штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан. Сіздермен көріспегелі көп күннің жүзі болды. Ол үшін әрине сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі шығарылым қызықты болады деген ойдамын. Неге? Себебі бүгін біз сіздермен бірге бокс әлемінің жарық жұлдызы, елімізде елеулі орындарға ие болған спорт шебері, қазіргі таңда Америкада кәсіби бокстан өнер көрсетіп жүрген бауырымыз, бірнеше тұжырым бойынша чемпион Мадияр Ашкеев бауырымыздың үйіне бара жатырмыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, сұхбат құрып, осындағы Америкадағы өмірі жайлы әңгімелесетін боламыз. Лайктарыңыз бен комментарийлеріңізді аямай, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ал, құрметті достар, қазір Мадиярмен жолға кеп қалдық мұны. Залда дайындық болады дейді бүгін. Уағалейкум ассалам, әге. Қалай жады? Аманшылық па? Шүкір, амансыз. Біздің көрермендерге сәлем жолдап қой, Қазақстанға, елге. Елік Қазақстанның амансыздар ма? Біз сол тренingке келдік. Не істейміз бүгін, әге? Бұл біз қайда келдік қазір? Зал Бади Макер деді ма? Бади Макердің жаңадан ашылған залы, бокс залы осы. Бір айдай көлемінде болды ашылғаны. Жаңадан ашылған зал. Бірақ карантин кезінде қазір істеп тұрған осы зал ғана. Сол үшін мен үй жаққа жақын болғандықтан осы жерге келіп жүрмін. Бұдан Wildcard залға барып жүргем, Фредди Роуч залына. Ол жақта қазір коронавирусқа байланысты залдар жауып қалып жатыр. Қазір енді осы жерде онлайн тренировка Бауыржан Нүсіпбек деген ағаймен істеймін. Ал бокс тренерді осы жерде Бади Макердің ассистенттерімен кішкене қолды лақтыру үшін жақсы, онда көрейік, залды көрейік, толығымен процессті көрейік. Сосын арғарай шығып, тренировкадан кейін не істейміз шығып? Айда барамыз? Үйге қайтамыз. Үйге барамыз? Кішкене үйдегі балашаға бар, сосын бір кішкене келіншегін туған күн еді, соған бұл кішігірім сюрприз жасауға, соған кішкене жолдан бір жерге сауға кетеміз, уақытың болса. Жақсы. Бүгінгі толық уақытын саған арнауға келдім, енді бұйырса көрермендерге де қызық болады деген ойдам. Онда жүр, кірейік, ішке кірейік. Бүгінгі тренировканы қазір қолымды орып алайын. Сосын кішкене 1-2 раунд лапада істейміз. Одан кейін Бауыржан Нүсіпбек ағаймен онлайн тренировка істейміз. Ол кісі жаңағыдай ударный мышцаларды жойқын соққы дейді ғой, сол жойқын соққыларды, бір-екі жойқын соққыларды істеуді онлайн өзі көрсетеді, өзі айтады, өзі түсіндіреді. Қазір оны уақытысында көре жатасыздар. Let's go to spar. Okay, baby, good. Where you going?
Going home. Don't fall over. Hey, Kenny, you see how this guy is, man? He offered lunch and now he's leaving. Бұл жақтың тренер бір нәрсе көп сөйлейді. See how Бізде мысалы тренер жұмыста бұл жақта көп сөйлейді, әңгіме айтады. I said about you. You too much talk. Does Gary Russell have a chance against? No, Элис деген журналист әрдайым осылай бүткіл спорттың спортшылар unless he туралы cuts up both his legs. спортшылар туралы өзінің пікірлерін білдіріп сұрап жүреді, кіммен ұтады деген сияқты. Kazakhstan. Hey, when are you fighting next? Do you have a fight? I don't know, He's maybe. that light heavyweight. No, super welterweight. Now we waiting a sign with my opponent. If he agree, he will sign. We maybe September 29, 28. I don't know. Maybe. Жер үшін зерттеп мықты мен қазақтың баласы топқа түссе тақым қысар анасы тулап кетсе тас төгітер тағасы Лапыда істедім, кішкене қолдарымды лақтырдым, кішкене. Нормально, жылдамдық нормально, быстрата, қолдары қататқан жоқ. Қазір дальше енді кішкене жаңағы сіз айтқан упражнение істеп жүрміз. алашым деп атанса ешкімнің емес шамасы азаттығын қазақтың қорғаған толғаған танысаңдар мен қазақтың баласы Қазір тренировкадан шықтық, енді мен сені көріп байқап жүрмін ғой, Инстаграмда болсын, әлеуметтік желілерде өзіңді өте белсенді ұстайсың. Жаттығуларыңды да көріп тұрам, арасында жаңағы тікелей эфирге шығып тұрасың. Өзің жаңағы тренерің аты кім дедің? Бауыржан, иә? Бауыржан Рысбек. Бауыржан Рысбек. Сол кісімен дайындалады екенсің. Жалпы осы тренировочный процесс дейді ғой. Күнделікті осылай өтуде ме, әлде бүгін қазір жеңіл-желпі біз солай істеп шықтық па? Жаңағы Бауыржан тренерің жайлы айта кетсең. Негізі күнделікті жұмыс ең бастысы бізге қазір карантин болып тұр ғой. Карантин болып, залдардың бәрі жабық болып, кішкене қиындық тудырып жатыр. Сондықтан да осы бодимейкердің залына келіп, жұмыс жасауды өзім ұсындым оған. Ол жарайды деді, зал ашық деді. Кәсіпқой боксшыларға бәрі всегда. Енді бұрын ол кісіде жұмыс жасағанбыз, сонымен қарым-қатынымыз жақсы. Бауыржан Рысбек ағайымыз қазіргі таңда Астана қаласында, Қазақстанда. Ол кісі біраз кәсіпқой боксшылармен жұмыс жасаған қадағалап жүрдім. Өзім бұл спорттық карьера, бокс өзім түсінгенім. Енді өмірде бір ақ рет беріледі. Қолданып қалуымыз керек, өзі ұзақ уақыт емес қой. Енді өзім 5 жылдай осында жүрмін, тағы да біраз жыл бокс жасадым. Сондықтан да әр тренерлердің керектілерін өзіме алып жатырмын. Сондықтан сол Бауыржан ағаймен жұмыс жасауды жөн көрдім. Физика жағынан жақсы көңіл бөледі. Удардың мышцы дейді ғой. Удардың мышцларды жақсы дамыту үшін сонымен жұмыс жасауды жөн көрдім. Енді мына сұраққа оралайық, енді көрерменге бірінші кезекте бұл енді Қазақстанда қаншама жетістіктерге жеттің, соларды бір шолып өтсек, боксқа келуің қысқаша енді көрермен біледі деп ойлаймын, бірақ жаңадан келіп жатқан бокс әлемінен бейхабар адамдарға өзің жайлы қысқаша жеткен жетістіктерің Қазақстандағы және де осы жаққа келу жолыңды ары қарай жалғастырып алып кетсек. Өзім 1988 жылы июль айында Жамбыл облысы Мерке ауданының тумасымын. Сол 2000 жылдары 12-13 жасында Ғани Ашкеев деген ағам өзінің бір атаданбыз, Асанқұл атадан тараған сол Ғани Ашкеев ағам бар. Сол кісі жақсы әуесқой бокста, кәсіпқой бокста бокс жасқан. Сол кісі ертіп апарған боксқа. 2000 жылдар бір залда бір-ақ перчатка болатын. Бір-бір қолдан киіп, оңға солға, біреу оң қол, біреу сол қол киіп бокс жасатымыз. Одан кейін Алматы қаласына спорт интернатқа түстім. Спорт интернатта 4 жылдай сояқта тамамдадым. Ол жерде біраз деген жетістікке жеттім. 2004 жылы Азия ойындарында қола жүлдеге атандым, Қазақстан чемпионы болдым. 2003-те Қазақстан чемпионы болдым жастар арасында. Одан кейін 2004 жылы жастар арасында Азия біріншілігінде қола жүлдеге атандым. Одан кейін ересектер арасында өттім, бірақ ересектер арасында бірінші нөмір бола алмадым. Өйткені
Серік Сәпиев болды, олимпийский чемпион білесіздер. Ол енді өздеріңіз көресіздер, олимпийский чемпион. Оны өте алмадым, мойындау керек, мықты боксшы болды. Одан кейінгі Қазақстанға қатыстым 2012-де еріксіздер арасында. Данияр Елеусіновке жеңіліп қалдым. Ол да Данияр да мықты олимпийский чемпион, ол да мықты боксшы болды. Жалпы сенің салмағыңда өте мықты жігіттер. Өте мықты жігіттер болды, шынын айту керек. Олардан енді қолымды көтерілмегеннен кейін айтудың қажеті жоқ, жеңілдім деп. Қолымды көтерілмегеннен кейін олар жеңіске жетті. Сөйтіп олар олимпиадаға барып ел үмітін ақтап, көк туымызды әлемге көтеріп олимпийский чемпион атанды. Одан кейін 27 жасында 2015 жылы неге кәсіпқой боксты көрмеске деген өзіме ой туындады. Қайдан пайда болды осы ой, айтшы маған? Енді қызық қой. Кәсіпқой бокс. Оқиға болды ма немесе бір намысыңа тиетін бір 2014 жылы, 2013 жылы Астана қаласы, Астана Арланс деген команда болды бізде. WSB жүйесі. Жартылай кәсіпқой бокс, 5 раундтық. Сол Астана Арланс командасында өзім рингқа спарринг партнер болып бара жүрдім. Неге? Командаға. Астана Арланс командасына кімге? Сергей Деревянченко деген мықты кәсіпқой боксшыр, Головкинмен шыққан жақында. Сол Алматы қаласында дайындалып жүрді. Солар Астана Арланс командасында. Олар легионер ретінде енді мықты 70 килограмм мықты боксшылардың бірі болып тұрды ол кезде. И соларға спарринг партнер керек болды. Сол кезде мен Алматы қаласында жүргенмін, бізді Алексеевқа шақырды. И соларға мен спарринг партнерға барып жүрдім, бірақ Сергей Деревянченкомен кәдімгідей төбелесіп бокс көрсеттім. Кәдімгідей енді бетін қайтаратындай бокс көрсеттім. И оның бапкері қазіргі таңда Карчинский деген ауыр жатқан. Карчинский маған қызығып байқап қалды. Одан кейін шақыра берді спаррингке. Бірақ 70 килограммға мен 69 бокса жүрдім, 70-ке салмағым аз болды. Жай спарринг партнер болып жүргендіктен 2013 жылы жаңағы WSB командасына сол жүйеге 69 килограммды қосты. Толық 5 салмақ еді басында, и 10 салмақтың бәрін қосқан кезде мүмкіншілік туды 69 килограммға. И сөйтіп 69 килограммға мен команда қалды. Екінші сондай номер қалды. Бірінші номерде Данияр болды ол жерде, Асланбек Шымберген болды, мен үшінші номер қалды. Сол жерде өнер көрсетіп жүрген кезде Астана қаласында Астана бір жыл чемпион болды 2013-те. И Куба команда, Домодедовск команда чемпион болды. И сол кезде мені сол екі чемпиондар битва титанов деген шоу болды Астана қаласында. Екі мықты команда. Сол кезде 69 килограммға мені қоямыз ба, қоймаймыз ба деген үміттен енді былай болды, ұтылып қалама деген. Енді қою керек болды мені. Өйткені басқа жігіттер травма алды. И маған енді Аллах бұйыртып сөйтіп сәті келді. Ол жердегі қарсылас олимпийский чемпион Иглесия Сатолонго деген. Ол кезде ешкімнен жеңіліп көрмеген олимпиададан кейінгі чемпион болып тұрған. И мені енді халықтың бәрі жеңіледі деп ойлады. Бірақ енді өзім іште сездім, что төбелесуге болатын, жеңге өткен Деревянченко сияқты мықты қарсыластармен төбелесіп жүрген. Жоқ, құлатпадым. Ол жерде 5 раунд есеппен, 3-2 есебімен енді олимпийский чемпионды құлата қою деп оңайға соқпайды деп ойлаймын. Өйткені маған ол жерде құлату деген мақсат болмады. Ол жерде есеппен болса да жеңу керек болдым. Сөйтіп Сатолонгомен шығам. Иглесия Сатолонго кубинспен олимпийский чемпион жеңем. Өмір кішкене 180 градусқа өзгере бастады. Көптеген ұсыныстар келді Америкадан. Жартылай кәсіпқой бокс болғандықтан кәсіпқой боксқа ауыс деген. И маған Нью-Йорктан бір промоутер компаниядан маған ұсыныс келеді. Олар маған контракт жібереді. Контракт бағасын қараймын. Басында маған приглашение жіберіп, приглашение алмай тұрып, мен олар контракт келіспей тұрып, басқаша сөйлеген. Кәдімгідей маған бәрін қатырамыз, үйіңді жағдайың жасаймыз, бойдан жақсы қаражат аласың, ай сайын айлығың төленеді деп виза алғанға шейін солай сөйлейді, виза алам. И олармен мен кәдімгідей қуанып болды, ауысамын деп жүрген кезінде Қазақстанда мен Астана Арланс командасына маған жақсы контракт ұсынады, тағы да бір жыл қалуға. Астана Арланс еліміздің командасының атынан шығу керек болғандықтан Астана Арланс командасында қалам, тағы да 6 ай. Жақсы ұсыныс деп бұл жерде біз нені айтамыз, Мәке? Соны айта кетші. Жақсы ұсыныс. Материалдық тұрғысынан ғой, енді бірінші кезекте. Ақша ғой. Ақшасы жақсы контракт. Әр жекпе-жекке раундына $1000 аласың деді. И
4 мыңдай ма 3 мыңдай ма маған ай сайын тағы да айлық төлейміз деді. Астанамызда 1 жыл өткеннен кейін ол шақ болды, мен командам бітті, Астанамыз как раз команда жауып атады, мен болды кәсіпқой боксқа ауысамын деп Fight Promotion қайтадан не істесем, звондасам, олар маған басқа контракт жібереді уже. Контракт жібереді маған уже, қағаз жүзінде жібереді. Ол жерде раунд $500 болып кетеді, сосын аймамай айлық тағы да $500 қысқарып кетеді, 3000 емес $500 болады. И мен есептеймін, бір $1000, $2000 жетеді деп ойлаймын, Қазақстан ақшасымен есептедім ғой енді. И сөйтіп маған жаңа Серега деген Карчинский бала звондайды, келіспе, контракт келіспе, біздің жақта уже деревянченко міне қазір құл болып жүреді, былай айтқанда қазақ жалпақ тілмен құл болып жүреді. Неге десем, сен одан бөлек күнделікті қара жұмысқа түсесің, тренировкадан бөлек, өйткені сен күнделікті жаңағыдай апартмент дейді ғой, үйге, квартираға төлей алмайсың дейді жаңағы ақшаны. И мен ойланамын, не істеймін. Сосын интернет ашып, мен Инстаграм өгіз енді қарап атқам, Инстаграм кіріп, что мына Пакьяо деген, сосын Мэйвезер жалдардың бәрін қаларап жүрген, кәсіпқой боксқа енді ауысар алдым. Өзіме кішкене қызығушылық танытып жүрді, қандай зала кіммен барып істеуге болады, өсу үшін деп. Билетті Нью-Йорк емес, осы Калифорнияға алуды шештім ғой. Бірақ бұяқтан ешкім танымайтын. Бірақ енді сен қара, Нью-Йоркта адамдар бар белгілі бір, бар, күтіп алатын, аз ақшаға болса да. Бірақ Лос-Анджелес, неге Лос-Анджелес? Аяқ астынан сен қара, қаншама дайындалдың, зерделедің. Бірақ аэропортта olsun енді, былайша айтқанда да, билет алайын деп отырсың. Аэропорт емес енді. Авиакассада отырдым. Алдында кенеттен ойыңды өзгертіп жібердің Лос-Анджелеске. Неге Лос-Анджелес? Енді әлде бұл жақта біреу болды ма сені күтіп отырған? Жоқ, бұяқта болмай қалса ана біреу бар соған, сол арқылы шығып кетемін деген сияқты. Жоқ, ондай ешқандай болған жоқ. Ол кезде енді кәсіпқой бокстың меккасы деп айтады ғой бізде. Бокстың меккасы осы Калифорния өтеді, өйткені мықты залдардың бәрі осы Калифорнияда, мықты боксшылар мен осы жақта деп өзім қарап жүргем. Бірақ енді ана жақтан ұсыныс келіп тұрғаннан кейін енді қайткенмен де шетел тіл білмеймін, қалай болады екен деген ойлар болды. Сол кезде енді іздендім уже, бір апта сол билет ауыстыра алмаған, сол кезде алмадым, билет алмадым да. 1-2 күннен кейін уже алдым билет қайтадан Калифорнияға. Алатын шештім. Бірақ қалай келем, не келем, ойлар. Бұл нешінші жыл? 2015 жылы июль айлары ғой. 2015, сосын қызық болды, не істеймін. Енді алып қойдым билетті. Қасында ешкім жоқ? Ешкім жоқ. Тілді білмеймін, hello ғой. Сонымен Хавайыты осы жаққа үйрендік қой. Hello'ды білесің. Сонымен билет алдым. Бірақ кімге келем, неге келем, қалай келем. Соның бәрін. Бірақ Нью-Йоркқа бармайтын болып шештім. Нью-Йоркқа бармайтын болып шештім. Ояққа келме деді. Кім айтты? Серега айтты, келме деді. Деревянченко, Сергей деген айтты. Келсең, болды, короче. Жаман контракт қол қоясың, олар басқа өтірік контракт береді келгеннен кейін. Басында берген жерген бәрі өтірік, қағаз жүзінде қол қойып қойсаң, болды, одан кейін дәлелдей алмайсың. 5-6 жылың сонымен өтеді, қиын алып қаласың деді. Мынандай қызық сұрақ туындайды да бұндай кезде. Енді қазір сол промоутерский компанияда ма сол директор? Жоқ, басқа, одан кетті. Қазір басқа промоушнға кетті. Шынымен жаңашылық танытты дейсің ғой? Шынымен жаңашылық танытты. Сергей бар, қасында Сергей Карчинский тренер бар. Жас бала ғой, менен даже кіші бала, бірақ та жаңағы Сергей Анатольевич Карчинскийдің баласы. Ол кісі қазір өзі ауырып жатыр, әкесі, баласы қазір Сергей Деревянченко қасында. Сол екеуі маған сондай керек емес деген, контракт қол қойма деген, өйткені қиналып қаласың деді. Өйткені нашар менеджер. Мен естігем, Сергейдің сол кездері бір жаңағы мувингте жасап, жұмыс жасап. Бәрі жасап, мувингте жасады, бәрі қиын жағдайды. Бұл жақта мувинг деген енді түсінбейтер халықтар не екенін. Бұл мувинг деген былай айтқанда біздің тілмен үй көшіресің ғой, үйді үйге көшіресің, қара жұмыс қой. Сонда жұмыс жасайсың. Сені күн көріс болғаннан кейін шетелде ешкім құшақ жайып күтіп тұрмайды, бұл Америкада. Бәріне қызық болып көрінеді, бірақ та бұл жақта өте өмір сүру қиын. Ең бастысы тұрмыстық күнделікті аренда, жилье и тамақ. Күнделікті тамақ қой, сол қымбат. Елімізге қарағанда бұл жақта өте қымбат. Еңбек ақыңды береді жақсы, бірақ та соған соответственно солмен расходтың бәрі сонымен ақ кетіп қалады. Сол жақтан енді кімге келем, қалай келем деген ойлар болды ғой енді. Не істеймін ол жаққа мен билет алып қойдым. Билет алып қойдым.
И бізде Сағатбек деген ағайымыз бар Қазақстанда. Біле білсеңіздер, Али Ахмет тренер болған, сосын жаңағы Жанқош Тұрардың тренері қазіргі таңда. Сол кісіге енді білем, ол кісінің Америкада көп келіп кетіп жүргенін білем, ол кезден сол кісіге бардым, кішкене дайындалып жүріп, айттым, осындай Калифорнияға билет алдым, Америкаға барамын, сіз кішкене шет жағасын білесіз ғой, қалай не істесе болады деп, ол кісіден көмек сұрадым кішкене, таныстарыңыз бар ма деп. Ол кісі айтты, онда бауырым кел тренингте, как раз бір 2 апта уақытым бар еді, билет алып қойғам, бір ертерек алдым да, бір 2 апта бұрын. Ол кісі бір танысым бар деді осы жақта. Аты жөнін айтпай ақ қояйын, енді сол кісі енді жаман қылды енді былай айтқанда. Осы жақта жүр қазір. Жаңағы Бірақ енді ақиқат шындық енді бір бокс. Жоқ, енді қазір ол жерге бармай тұра тұрайық. Бұл жаңағы сен нұсқаулық берген кісінің танысы, е? Танысы болғанда ол танысы болған жоқ, танысы. Ол кісі енді танысы емес, жай шейін енді кәсіпқой боксқа келіп, ол жаққа келіп жүргеннен, ол жақта танысқан ғой. Ол жақта жүрген бір кісі, ұлты еврей. Сол кісі, короче, мені күтіп алатын болып, сонымен мені сөзістік жет. Мен осындай Калифорнияда тренер бапкер. Бапкер осы жақта и өзі менеджер екен. Сондай способностьым бар дейді, залым бар дейді. И маған ол ұнады маған. И ол кісі мені күтіп алатын болады. Басында былай айтады: болды бауырым, кел, жаңағы ағай танимын, көмектесем, осындай нәтижелерім бар екен Қазақстанда. Мен саған өзім промоутер тауып берем, өзім менеджер тауып берем, өзіңде дайындаласың, залда тұрасың, зал бар, залдың үстінде комната бөлмелерім бар, сол жерде бөлме тұрасың, ештеңе төлемейсің, промоутер тауып бергенше менде боласың, болды көмектесем дейді. Мен ойладым, бір енді көмек болды ғой дедім да. Қуанып кәдімгідей билетті ал, болды, ойда түк жоқ. Қалтама бір $3000 салып аламын, енді тамағыма керек болады. Өзі айтады, $3000 қалтаңа салып ал дейді. Мен $1000 кішкене асырап аламын. И одан кейін неге Москваға ұшамыз. Москваға қалам, Москвадан қонам. И Москвадан отырсам, сообщение келеді, ВКонтакте интернет қосам. Қарасам, жаңағы кісіден келіп тұр сообщение. Осылай залда тұрасың, мен саған алдын айтпаппын, менің бұяқта Америкада өмір сүру қиын, менің басында кредиттер толып жатыр, кредиттерін жаба алмай жатырмын. Маған аптасына аптасына $500 төлейсің, $1000, $500 дейді. Аптасына $500 төлейсің, а мен уже билетті 1,5 айға алып қойғам. Америкаға бұяққа ұшып келгенде келу кету билет алу керек екен, бірінші келгенде тур визамен, туристский виза ғой. И мен есептесем, ана жерде менің $3000 жетпейді. Ана жерде 4, 5, 6 аптаға керек маған. 6 аптаға ақша жетпейді, тамағым бар еще. Аптасына $500 төлеп тұр деген өте қымбат түседі. Маған сөйтіп жазады, келгің келсе кел, сөйтіп ертең аэропорттан ұшып келесің, қонғаннан кейін мен саған адресін жіберіп қойыпты, ол кезде картаны қолданып білмеймін. Сонымен үшін немен келесің дейді, такси ұстап келесің дейді. Мен ойладым, Қазақстанда бүйтіп такси шығарасың, қол ұстайсың деп дейді. Мен сөйтіп ойладым. Интернет жоқ. Жоқ, келмей тұрып сол жерден енді не істеймін, ана жерде номер жоқ, интернет жоқ, Москва жоқ, уже паника басталды. Қалай келем, кімге келем, ол күтіп алам деген басында. И баратын адресті білмеймін. Ана жерде $500 төлеп тұрған, ақшам жетпейді. И маған одан бөлек ақша төлейсің деп жатыр да, жаңағыдай тамағым бар, тренерлік жұмысым бар. Мен уже ақшаға не істеп жатыр да, уже билет ұшып кеттім. Не істеймін, сосын хорошо, что бүйтіп ВКонтактеде Тарас Шелестюк деген боксшы бар, білетін болсаңыз, Олимпиадада 3 орнаған, чемпион мира, Серік Сәпиевті мирді ұтып алған. Сол Тарас Шелестюкпен танысқанымыз 2013 жылы Қазақстанда бір кеш болады, бокс сөкжіде мен сол Тарасқа ұтылып қалғам. И сол Тарасқа жаздам, Тарас, осылай, мені бір адам күтіп алам деген қадады, лақтырып жатыр. Мені білмеймін, Калифорнияға қалай келем, сендер сояқтасыңдар ғой деймін. Я дейді, короче, 12 сағат ұшып келесің, ұшып келгеннен кейін номерін жібереді маған, осы келгеннен кейін сояқтан біреулердің телефонын аласың дейді. Енді Аллах бұйыртып, солармен жазып қалдым сөйтіп. И ұшып келем, не болады екен деп уайым, ана жерде олар күтіп алам екен, күтіп алмайсыз екен, қалай табам. Мына жаққа түссем аэропорт деген, мына жақта өзім білесің, аэропорт деген өте кең. Келесі осы ма? Келесі? Келесі. И аэропорт өте үлкен, сосын не істеймін, сосын шығам, ана жерде бір қара бір өте табличкалар ұстап алған, біреулер күтіп тұр екен. Содан костюм шалбар киіп алған, содан барғанда былай көрсетем қолымен. Барма дейді, не дейді, телефон алам, көрсет, береді, номерін жаңағыдай білмеймін, берем. И өзі звонады, и мен Тарас түседі, телефон звонок.
жаңағы адаммен Тараспен сөйлесем, Тарас осылай ұшып келдім деймін. Айтады 2 сағат күтіп отыр, біз қазір тренировкадамыз дейді. Как раз ол бойға дайындалып жүр екен бір жекпе-жекке. И ол қарсыласының стилі ресейлік Казаев деген. И сол стилі маған келеткенде айтады, біз сені күтіп аламыз, бізге спарринг партнер көмектесе аласың ба дейді. Ей, көмектесем дедім маған, бәрін дайынмын. Тұратын жері болса болды, сөйлесіп берсіңдер болды, өзімде осындай 3,5 ма ақшам бар дедім. Жаңағы адаммен үйтіп лақтырып дедім. Сондай көп ақшаға түсіріп жатыр. И олар 2 сағат күтем, сыртқа шығып тұр дейді, аэропорттың алдына шығып тұрам. 2 сағаттан кейін келеді, осында камери машинамен келеміз деді. Камери машинаның каждый өткен камеридарды қарап отырмын. Қай жерде өтсің сен? International аэропорт. Бұтон біреуді тура астына шығып күтіп отырмын. Маған айтты, бірінші, екінші қатарға шығып тұр еді, біз сразу тоқтамай кіріп алып кетеміз деді. Екінші қатарға шығып. Ол жер деген қыз қайнап жатыр. Қыз қайнап жатыр. Бірінші келген кезде адам көп, ана жерде 2 сағат ұйқы деген күн-түн ауысып жатыр, ұйқы қысып жатыр. Каждый өткен камеридарды қарап отырмын. Телефон жоқ, өйткені анаммен звондап алдым, болды шығып тұрмын. Интернет ұстамайды. Сөйтіп шығып тұрамын, 2 сағаттан кейін айтып, кәдімгі Тарасы менің бауырым болғандай, қазір қуанып кетті ана көргенде. Кәдімгі шетелде түк білмейсің, погода вообще басқа. Туысқанын көргенде қуанып, ананы құшақтап, кәдімгі үйіне апарды. Үйіне кіріп, кәдімгі үйіне алып, қарны ашып кеткен, күн-түн ауысып жатыр. Самолетте тамақ дұрыс жей алмайсың, сұрай алмайсың, тіл білмейсің, кішкене. Сонымен кішкене қызықша болып, сонымен Тарас үйіне апарды, тамақтандырды. Енді бұяқта енді үйінде тұрғыза алмайды екен, біреу-біреудің үйіне тұруға не екен да, өйткені өзі бір бедрумда тұрады, ағасы екеуі тұрады, әйелі бар. Тұрғыза алмаймыз деді. Айттым, мен гостиницаға тұрайын қойды. Күніне $100 гостиницаға барып тұрғызды. 3 күн гостиницаға тұрдым. Ол жерде біраз қызық қойып, не зарядка деген бізде ондай домалақ қой. Бұл жақта жалпақ. Сонымен оны сұрай алмай, оған бір Қазақстан шоколадпен әйтеуір айырбастап алдым бір неге зарядкаға. Гостиницада қызық қойып, одан кейін тамақ ала алмаймын, заправкадан барып, нанды әйтеуір көрсетесің, нан, томатын соқпен күн көріп жүрдім. Енді аналар ұят та, қайта-қайта Тарасқа звондай берген. Сонымен маған несін айтып береді, бір бөлме, бір комнатаны жаладым. Ол комнатаның ішінде екі бөлмелі, бірақ бір комнатасын жалдаймын. Ол жерде тұрамыз, 2 адам тұрамыз, аха. Маған Тарасқа айттым, мен залдар осы жерде картаны көрсетті маған, осының залдарға барасың деді. И пока Тараспен спарринг істемей тұрған кездерде енді менеджер, промоутер іздейін деп өзім көрдім ғой. Сөйтіп, жаңағы велосипед алам, велосипед арендаға алам. Оны еще ақшасын жартысын берем, жартысын қайтар кезде өткізген бір ай қалам ғой. Велосипедті ма? Велосипед арендаға алам. Қанша қалдың аренда? Велосипедті оны $200 қалам бірінші күні. Бір жарым айға, бір ай 15 күнге $200 қалам. Қайтып өткізген мықты, кәдімгі андай жақсы, качество мықты, спортивный, залдарға барам деп сөйтіп велосипед алам. И бір күні астына қойып қалам, гаражға. Қайдан білейін дейсің? $50 тұратын қайдан білейін оның бірінші. И оны астыңғы этажға қойып қоямын өзім неге. Жаңағындай апартаменттің астына құлтап қойғам. Бір күні азанда бір спаррингке вайлдкарт залды табам картамен. И сөйтіп спаррингке баратын кәдімгі біреумен келседі, бір менеджер келіп көретін болды, бір қырғыз менеджер. Осы танысам, сонымен Фейсбукпен тауып бәрін. И онымен кездесетін болып, и залға барайын деп сөйтіп астына түссем, велосипед сиденье ұрлап кетті. Сиденье жоқ, кәдімгі сиденье жоқ. Бірақ сиденьені бүйтіп ашып алып кетеді, сиденье ұрлап кетті. Қалай байланып тұр, сиденье ұрлап кеткен. Деген ана тұрып айдап кете бердім. Енді залға бару керек. Тұрып айдап бардым залға. Залға жетем, сөйтіп залға барып спарринг жасаймын, менеджермен өзім жаңа көрсетемін. Оған бірақ 33% деп айтады. 30% бойдан аламыз дейді сондай. Енді ұсынысын көбі табыстан, тапқан табыстан 33% аласыз дейді. Келесі, сондай. Ана жерде есептесем, 33 бар, тренерға беретін 10% бар, тағы да 2%. Өзімде, короче, бір 15-17% қалайын тұр ғой, налогтан бөлек еше. Айтам, анан мен көтер алмайым деймін. Онда табысым аз дедім, сосын одан кейін қайтам. Бұл бірінші барған жерің ғой, олай? Ең бірінші барған вайлдкартты, аха, сол менеджерға жолғам. Ол жаңағы балалардың дайындалып жаттығып жүрген жер ма? Жоқ, қай жақтан таптың сен? оны картадан өзім вайлдкарт. Өзім осы Лос-Анджелес қаласында жаңағы прям даунтаунда тұрам, сол жерде апартамент алып береді, Тарастар. И олардан сұрайым, қай залы бар екен.
мынау зал бар дейді, картамен қараймын, велосипедпен қарасам, арасы жарты сағат, 40 минут, 20 минут сондай велосипед барып, спаррингтер жасап жүрдім. И сөйтіп жаңа біреусінен барып жасайын спарринг, бір кәсіпқой боксшы бір нормальный біреумен кіргізіп жібереді. 2 раунд төгілсем, 3-ші раунд анамен төгіліп жасам, бір-екі боковой даң жібереді. Кәдімгідей стресс болды, өзім жақта жүрмін. Тамақ. Америкаға енді келдім. Тамақ. Профессионалдардан ударалар алып отырмын дейсің ғой. Тамақ не жеймін деген ой сол. Қалай жеймін, не жеймін, қайдан алам, білмеймін. Өзім қазір Кезіп ба? Аха. Қазір үшін талқыстай қой, мынау шығайын қой? Болмайды, не сары. Тикет жазып кет, көзімше жазып кет, біреуге тикет. Қазір құрметті көрермендер, әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Мына жерде дұрыс қоймасақ, машинаға тикет жазып кетеді бұл жақта. Ар жағына барайық, ар жағында үлкенірек, жақсы. Мынандай бір гүл айнайын, осының ішіне гүл салайық деп. Осыны салдырасың ба? Қашын салдым. Анасында романтик көп тұрамыз дейсіз. Who's here? That's $20. You want to set? You can put inside flowers and you can fix. I need fix inside flower. Do you want to inside the flower? Yeah. Бұлар бізге испанша сөйлеп кетеді. Төлеріңіз испанстарға ұқсай ма? Қанша береді екен? 20. Yeah. Okay, thank you. $60 болды. 20 бермей тұр ғой. Okay, thank you. Бұлар сөйтеді. 20 ойланып тұр, бергісі келмей. $20 үндемесең ала салайын деп тұр ғой. Thank you. Біз жаңағы велосипедтің сиденесі ұрлап кетіп спаррингке барам. Велосипедті айдап барам. Тұрып болсын айдап барам. Өйткені бір менеджермен кездесем. Менеджер іздеудесің қазір. Менеджер іздеудемін. Бардың. Біреуіне бардым. Тиімсіз болып шықты. Тиімсіз. Мен бүгіз менеджер кім, промоутер кім білмейтін, әйтеуір енді қолдау, кімнің қызмет атқарын білмеймін. Сосын әйтеуір қолына келгенше көмектесемін деп енді ауыздарын айтқан, әркім айтқан қазақпыз ғой енді. Сеніп қала бердім. Әр залға барып жүрдім. Одан кейін Серегаларға тағы хабарластым. Осындай таппай жатырмын дедім. Бір 20 күнде өтіп кетті же. Сосын бір күні тағы бір залға, алыстау залға бір жерге баратын болдым. Бір менеджер тоже кездестірдім. Американец, бірақ ағылшынша, бірақ переводчик, телефонмен переводчик арқылы сөйлесіп жүрдім. Сол кісімен кездесетін болдым да. Азанмен тұрып, жарты сағаттай баратын жер еді велосипедпен. Тұрып қарасам, велосипедімді темірмен іліп қойған ғой, замокпен. Кесіп ұрлап кетті велосипедімді. Велосипед жоқ, оны арендаға алғам, $200 алғам еще оны. Оны қазір білем ғой бағаларын. Ол кезде ол деген, мен білмегендіктен алғам, оны еще өткізу керек. Тарастардың атымен алғам, олар аша білмей бар алып бере салды. И мен айтам, ұят болдыған, не істеймін, велосипед қайтару керек. Сосын залға бір қырғыз жігіт келіп жүретін. Ол қырғыз жігітпен 2003 жылы бір Қырғызстанда бір жазды кездескем. Сол жігітті осы жақтан кездесіп қалам Америкадан. Сол қырғызды кездесіп қалып соған звондаймын, телефон алып қойғам. Оған звондап айтам, осындай велосипед ұрлап кеттім деймін. Ұрлап кетсе айтам, ол бір жерден барады да $75 велосипедті сатып алып береді. Жаңағы $200 арендадан $75 сатып алып береді. Сол велосипед арендаға өткізетін болып, соны қайтып айдап жүремін. Сөйтіп жаңағы жеріме кешігем, ол менеджермен кездесе алмаймын. Олмен болмады. Сосын басқа күні тағы бір залға барам. Ол жақтан бір менеджерді көремін. Ол жерде біреумен спарринг істеймін. Ол бір-екі қатты соққы ұрады. Олмен кәдімгі төбелесем енді. Бірақ ол менеджер тоже жаңағыдай 30%, бірақ айлық бермейміз дейді. Ол да тиімсіз болады. Жаңағы әр боксшыдан сұрап жүрдім ғой, қандай контракт дұрыс, қалай болады. Олар маған айтты, жаңағыдай айлық төленбейінше ешкіммен келісе бермей, өйткені төлеймін деп айтпаса, айлық төлеймін, келіспейді. Өйткені Америкада басыңғы 1-2 жылдай айлық төлемесе қиналып қаласың деді. Серегаларға Нью-Йоркқа тағы да бір-екі жазам. И олар жаңағыдай бір айтады, осы Эгис Климас деген, осы Окснард деген жерде Эгис Климас деген жақсы менеджері бар. Соған жазып көрсетші дейді. Оның почтасын табамын да, имейл, Gmail'ына жазам. И ол маған ответ жазады. Осындай күні LA-дан Лос-Анджелестен Окснард деген жерге 1,5 сағаттық жер, сол жерге бір спарринг партнер Гвоздик деген боксерға украиндық. Соған спарринг партнер келеді дейді, бір қара нәсіл жігіт. Келеді, сол жаққа. Сонымен бірге ілесіп кел дейді. Мен саған сол номерін беремін, соған жаз дейді. Переводчик арқылы әйтеуір түсіндіріп жазамын жаңағы қара жігітке. Оның атында қазір танимын, ол жігітті жазамыз, сосын ол келеді, мен тұрып жатқан жеріме. Сол мәшінесіне отырамыз да 1,5 сағат екенбіз. Ол маған бір-екі сөзді сөйлеп қояды, мен
түсінбейсің, иә деп есеп қойып басында ағылшынша ол күледі. Ол семьясымен, артында әйелі бар, бала шағасымен спаррингке барады. Ақша төлейді ғой өйткені спаррингке жаңағы гвоздик. Сол спаррингке барады, мені ала кетеді. И Эгис Ломаченкомен жұмыс істеп жатады. Ломаченко үйінде спарринг істеп жатады. Ломаченко жұлдыз Ол кезде жұлдыз чемпион. Екінші бойына Солидамен шықпай тұрған кез ғой деймін. Или шығайын, үшінші бойына дайындалып жатады. И спарринг істейді үстінде. И мен астыңғы залда Окснардтағы қалада. И бір мексиканец береді спарринг. Өзім еще шағыршап барам, бәсе мен ана кісімен барам, жаңа қарны ашып кеткен. Сосын енді 4 раунд спарринг істейсің дейді. Спарринг кием. И Эгис ар жақтан рингтің бұрышынан қарап тұрады, сырт жақтан бір көзімен. Мен қарап тұрмын, боксшы үшін бір көзімен Эгиске қарап қоямын. Иә, қалай болып жатыр екен деп. Енді барын салу керек қой, соңғы шанс енді ана жерде. Басқа менеджер бәрін көрдім, ұнамады. Ол Эгистің де не ұсынатынын білмеймін. Барын 3 раундқа салам мен, не болса да енді шаршасам, құласам, осы жерде құлайын болса болды, болмаса. Да, қансы төбелесем, 3 раунд барын салам. Бір мексикандық жігіт, жақсы мексикандық төбелес, қатты төбелес еткен. Онымен барынша төбелесем, атымықтан ананы енді ана құламайды. Кәдімгі ударлар тигізіп жатырмын, ол да тигізіп жатыр. Мықты екен. Төбелестік. 3 раундтан кейін шаршадым, не істейін, уже угылда тұрмын. 4 раунд шаршадым, шыдайын ба, шыдамайын ба. Өмір 4 раунд, 5 раунд істеп көрмеген ғой. Любительде 3 раунд сондай ғой, спаррингтердің бәрі. Любитель жаңағы нагрузка көрмеген, андай қарсыласы да мықты. Енді мына жақтан біраз тарастармен істедім, кішкене опыт кішкене болса да жинап қалдым, кішкене ұстасып қалған кезде іштеріне ұрып, кішкене шаршаттым маған. Соңғы раунд, 4-ші раунд енді істейін деп жатсам, ананың угылдағы тренері, жаңағы соперник қарсыласы отказ береді ғой, істемеймін, шаршыр, болды деп шаршатып едім. Қуанып кеттім ғой. Ана жерде Эгис бүйтіп қарап қалдым, Эгис сөйтіп нормально қарап қалған сияқты болды өзімнің. Үндемейді, Эгис те бұрылып кетті. Дальше болды, мен де бұрылып кетті, болды, спарринг бітті. Киім жинадым, жуындым, артқа қарай қайтып жатам. Эгистің бір-ақ сөзін дейсің, жди звонка деді, болды. И одан кейін уайым енді. Эгис қателеспесем, орысша сөйлейді. Эгис Климас орысша сөйлейді, Ол армян ба? Олты жоқ, олты литовец. Литван жігіті. Орыс спортшылармен жұмыс істеген. Иә, Ковалев, Сергей Ковалев ең бірінші чемпион мирасы, ол Ковалев кімде, Эгис Климаста кім Евгений Градович деген Россияның жігіті, сол жігіт ең бірінші Эгис Климасты чемпиондық белбеуді алған, IBF тұжырым бойынша. Сосын Ковалев алды, содан кейін Ломаченко кетті, Гвоздик кетті. Сосын біраз Беспутин бар, Александр Беспутин. Ол командаға Мейірім Нұрсұлтанов бар тағы да. Сөйтіп мен Эгистің жди звонка деген болды, кеттім, келдім мына бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күннен кейін қайтуым керек. И енді болмағаннан кейін енді магазиндер аралап кеттім, енді бар ақшама үйге енді анау-мынау алып барайын, Америкадан балаша, иә, сондай. Бір-екі LA-дан даунтаунға дейін велосипедпен келіп, даунтаун базарлар бар ғой, мексиканский. Барахолка. Иә, барахолканың арзан жерін барын біліп, сол велосипед барып, біраз үйлерге заттар алып, сөйтіп алып болдым. Сосын 2 күннен кейін енді чемодан жинадым, болды, енді болмады, қайтайын енді. И қайтам, ұшам, самолетқа мінем, и Москвада отырсам, сообщение келеді, жаңа почтама. Бір аптадан кейін билет алды, қайтып ұшып кел дейді, жаңа Эгис Климас. Анан көріп қуанып кеткенсің. Іштен келіскен жоқпыз, контракт іштен келіскен жоқпыз. Жаңа қайтып кел деген қуанып Қазақстанға барам. Қайтадан осы жақта 1 жарым ай жүрем, бір апта болады, бір аптадан кейін жаңағы жігітке қайтып хабарласып билет алам. Кішкене арзан билет іздедім, ояқтан тоже қымбаттау болды Қазақстаннан. Через Қырғызстан алам. И қайтып ұшып келем. Эгис Климас ол кезде аэропорттың өзі күтіп алады. Жаңа бір өзі күтіп алады. Уже кәдімгі бір нормальный боксер жақты өзі сезіп қалдым, кәдімгі күтіп аэропорттан, иә. И не өтқасын дейді, осыны достижениемді айттым. Айтты, короче, өзі 1 жарым ай дайындаласың деді. 1 жарым ай дайындалғаннан бір жекпе-жек береміз деді. Содан өзіңді қалай көрсетесің, солай сені промоутерлар қалай көреді, 1-2 промоутер көрсетемін, содан кейін солай болады деді. Сол Окснардта тұрдым, дайындалдым. Уже дайындалып жүрдім 1 жарым ай. И бірінші жекпе-жегімді жаңағы қара нәсілді жігітпен қояды. 8 жекпе-жек өткізген, 10 жекпе-жек, 8 жеңілген, 2-ін ғана жеңген екен. Оны шығамын да, 2-ші раундта тоқтатып тастаймын. 2-ші раундта жаңа угылдан болдым дейді, отказ берді, ұрып тастаймын, құлатпаймын, бірақ та угылдағылар отказ берді, шаршы таяқ жейді. Бір әйел кісіге құшақтайды мені. Әйел кісіге құшақтайды мені, бәлелші кегіне құшақтады, рахмет айттым да кете бердім. Эгис Климас айтады, анау
екенін білесің Иә, кім екенін білесің бе? Матчмейкер атақты Джолин деген жаңағы мейн ивенттің Артур Гаттимен жұмыс жасаған дейді. Бір мен танымаймын дейді, ол кезде ешкім білмейсің ғой. Рахмет алып кете бергем. И барамыз, сосын айтады саған да 2 айдан кейін тағы да жекпе-жек береді, жақсы көрсетсең сол промоутер компания контракт аласың дейді. Екінші жекпе-жек мен уже 1-0 болып тұрмын ғой. Қарсыласым 3-0 болып тұрды. Тоже бір қара нәсіл жігіт, жақсы екен. Соны жеңсең контракт аласың деді. Мә, уже барым салу керек болды. И ол жекпе-жекке жақсы дайындалып келемін. Бірақ құлата алмаймын оны, бірақ 6 раунд есеппен әр раунд таза жеңіп отырамын. Жаңадан келген дұрыс тактиканы да қолданамадым, мен барынша салдым. Дұрыс жағынан көрсеттім. И одан кейін сол бокс бойдан кейін сол күн түнде маған Эгис Кремас жаңағы тұрғатқан үйіме келеді, Окснардқа. Осындай промоутер сен жақсы жағынан көрді, жақсы қарсылас жеңдің, 5 жылға контракт отырамыз деді. Сосын жарайды дедім, келсін, не береміз деді. Ол айтты, ай сайын 3 жыл сондай жаңағыдай $3000 ай сайын айлығыңды үйіңмен тамағың жауап беріп тұрады деді. 3 жыл бойы. 3 жылға, иә, 2015-те. 2018-ге дейін. И одан кейін екінші жекпе-жек өткеннен кейін сол күні түнде Эгис қайтып, менде сізбен қандай? Ол айтады, менің ешқандай контракт керек жоқ. Мен сені алдым ғой командама, сен маған сенесің бе деді. Сенемін дедім. Онда мен екеуміз жігітше қол алыстық Эгис Кремаспен. Болды, ешқандай контрактымыз жоқ арамызда. Бірақ 100 мыңнан жоғары ақша көп тауып отқан кезде, $100,000 көп ақша тауып отқан кезде, уже контракт жасамаймыз деген жоқ. Ол кезде уже 15% маған бересің деді. 15% бересің жекпе-жегінен, 15%. Қазір сол 15% тұр. Қазір енді әлі ондай 100 мыңға ондай жекпе-жекке шығып жатқан жоқ. Енді бұйырса шығармыз. Өйткені қазір күтіп жатыр. Қазір деген ойда мен осы уақытқа дейін өткізіп келген әр жаңағы шыққан бойың бар ғой. Содан қаншалып тұрады Эгис? Алмайды қазірге. Алмайды. Жек көмектесіп отыр. Бізге тек қазір көмектесіп келеді. Қандай пайда көріп отырсың мен сонда? Бізден менен қазақ жекпе боксшылар қанша 4-5 боксшыны алып келдім. Өзімнен кейін Асқат, Сағадат, Мейірім, олардан ешқандай көріп отқан жоқ. Ол Эгис тек біз чемпиондық поясқа не болмаса жаңағыдай 100 мыңнан көп ақшаға шыққан кезде телевидениеға шыққанымызда контракт бойынша солай. Енді шығарсамыз Алла қаласа осы жылдары. Соны күтіп жатырмыз қазір. Сол кезде Эгис өзінің 15% алады бізден. И сөйтіп екінші жекпе-жегімді өткізем, контракт береді, контрактқа қол қоям, Эгиспен жек қол алсам өзімен. И айтам, мен отбасым бар, 2 балам бар, әйелім бар, мен жақта жалғыз түрленгісеп өмір сүру маған қиын, дайындалу. Мен осы жақта дайындаламын, бірақ дедім, Қазақстанда кәсіпқой бокс қатты дамымаған, сондықтан осы жақта дайындаламын. Семьяның бәрін әкелем деп едім. Жоқ, контракт бойынша маған семьяның бәріне виза ашып, сөйтіп сен бұл жерде уже 6 ай жүрмін уже. Құжаттарыңды рәсімдеп бәрін дұрыстап визаңды ауыстырайын деп жатырмын. Визаң сенің O1 ба? Жоқ, ол кезде туристический болды. 2 жекпе-жектен кейін маған документтің бәрін қолыма жинап P1-ға, P1 спортивный, одаренный спортсмен деген виза бар бізде, P1 деген. Сол визаны жасауға жібереді. И мен Қазақстан кетем, 1,5 ай Қазақстанда боламын, документті күтемін. Визаны аламын да 2016 жылы апрель айында отбасымен ұшып келем. Содан бері Окснардта тұрып жатырмын. Сөйтіп ол жерде біраз дайындалдық, біраз бапкерлер ауыстырдық. Оған дейін қазір 14 жекпе-жекті өткіздім осы уақытқа дейін. 14 жекпе-жек, 14-тің 7-еуі нокаутпен. 7-еуі нокаутпен, қалғаны есеппен жеңдім. Соңғы жекпе-жекте. Бірде әзірге енді болмай-ақ қойсын деп тілейміз, жеңіліс жоқ, е? Жоқ, қазірше. Енді жеңіліс болмайды. Бірақ үнемі жеңіліс болсын, биіктерден көріне бер. Енді дәл қазіргі таңда сен жаңа айтып отырсың, контракт 3 жыл, 5 жылға жасады. Келістік. 3 жыл саған аймай айлық төленеді. Және оған қоса әр шыққан жекпе-жегіңнен тағы да қосымша пайда көресің деді. Қосымша пайда жаңағы әр шыққан жекпе-жегіңе қанша төлеп келді бір шама уақыт аралығында, және де немесе әлде солай төлей ме? Қандай айта аласың ба негізі? Қанша беретін бойға? Осы негізі контракт жүзінде негізі контракт бойынша айтуға болмайды, бізде де жазылған ол жерде ақшасын. Бірақ жек айында айлығын енді жасыраттық жоқ деймін, бәрлігінде 3 мың мен 5 мыңнан аспайды айлық.
иә үшін сондай ал жекпе-жектерден әркімде әрқалай Ол жаңағы боксшының шығайын деп жатқан боксшының деңгейіне байланысты. Қазіргі мысалы жақында өтетін жекпе-жегіме тоже қаражатты аз ұсынып жатыр. Оған қарсыласта мен де келіспей жатырмыз. Өйткені ол құрдан құры төбелесетін уақыт кетеді, дайындаламыз. Оның бәрін мысалы қазір мен жекпе-жекке дайындалатын болсам, жұмыс екінші тарапта істейтін жұмыстардың бәрін шегеру керек болады. Тек тренировкамен ғана айналысу керек болады. Өйткені көпшілік қазақстандықтар біздерді ойлайды, мынақта жүргендіктен Қазақстан спорт федерациясынан, кәсіпқой бокс федерациясы болсын, басқа да өкімет тарапынан болсын біздерге көптеген қаражаттар жұмсалып жатыр. Соны бәрін біз жеп, мында құр тренировка істемей демалып жүр деп ойлайды. Олай емес. Олай емес. Біздер өз әр боксшыдан сұрасаңыздар да, әр боксшы өз күшімен келген, өз қаражаттарымен келген. Мынаяқтан тек промоутерлермен контракт алады. Контракт алған жағдайда олар тек бой жекпе-жек өткізген кезде ғана, жай рейтинг жекпе-жектерде айтарлықтай қаражат алмайды ешкім. Тек жаңағыдай чемпиондық поисқа шыққан кезде или қарсыласың чемпион болғанда, сол сияқты чемпиондармен шықсаң, оның бәрін біз келіспейміз, оның бәрін мен жасамаймын, оның бәрін промоутер, менеджер өздері жасайды. Өздері жаңағыдай саудаласады. Біз спорт бизнес қой ол. Менің бизнесім, промоутердің бизнесі, менеджер бизнесі, үш жақта келісеміз. Сол кезде ғана келісіп жатқа отырып, жаңағыдай бойға шығамыз. Осы уақыт аралығында, осы тренировка барысында болсын, мен біраз өмір сүрдім ғой, 5 жыл деген аз уақыт емес қой. Қандай да бір қызықты оқиғалар ма, басымнан өткен сондай оқиғалар бар ма? Мәшіне алып сатамын өзім. Мәшіне аукционнан жаңағыдай аламыз, басқа жерден аламыз, сөйтіп енді күнкөріс болғандықтан аламын, сатамын, сөйтіп. Бір күні бір мәшіне аламыз. Мейірім деген бауырымыз екеуміз $8,000 бір Camry аламыз. Осы уақытқа дейін бір 10-15 мәшіне алып сатып жүрмін, ондай жағдай кездестірмегем. Аламыз, келесі күні Афром дедігі DMV дейді, бұл жақта ГАИ-ға. Сол жаққа барсақ, біздерді бір жарты сағатта бітетін жұмысты, вирусқа дейін етін. Бір сағаттан аса кетеді, мен бастырайым, не болып кетті документіміз деп. И ол жаңа кісі тұрады да, каз дейді, жаңа DMV-де жасатқан кісі. И одан кейін қарасақ, есік жақтан бір екі дәуде полицейский келіп тұр, екі здорово, бізге айтады, аяқтарын ашыңдар, қолдарын көтеріңдер, екі шетке екеуің тұрыңдар дейді, шетке. Екеуміз түсінбей қалды, не болып кетті. Екеуміз алады да, машине қайда дейді, сыртта дейміз машине. Сосын жүріңдер дейді, екеумізді машине жаққа апарады, машинені тексереді, рациямен звондайды. Түсіндім, что бір нәрсе дұрыс емес екен. Бір нәрсе бар екен. Сосын мейірім екеуміз біріміз қарап қалып, не болды? Документ дұрыс емес ұстау деп, өйткені тексеріп алғанымыз бәрі дұрыс болған. Carfax деген бәқтің несі бар, сонымен тексеріп алған бәрі дұрыс. Тайтл қолда. Сөйтіп, біздің қалай болған айтып түсіндірдік. Осыны кездестік, бір сайттан сатып алдық, бардық, кездестік, мынандай жерде алдық, бәрін айтып жатырмыз екеумізге. Сосын екеумізді алады да, ровд қалып кетеді, осы жақтың біздің тілмен айтқанда, полицейский участкеге. Сөйтсек, машинені, хозяйны басқа дубликат документ жасап жүрген ғой, жаңа тайтлды. Техпаспорт тайтл дубликат жасап, бізге сөйтіп жатқан екен. Біздің алдымыздан басқа біреуге сөйтіп алдап сатқан машинені, тайтлмен сөйтіп бірнеше адам сатылған, сөйтіп анау өтірік машина екен. Екеуміз сөйтіп машинені сөйтіп алып қалады, документті алады, екеуміз кәдімгідей бәрін жазып түсіндіреміз, қалай болған, қалай алған. Сөйтіп ұрындық, екеуміз жаман ұрындық. Ананы қазір расследование іздеп жатырмыз, қарап жатырмыз. Тапқан кезде үйінен ақша шықса, сол кезде қайтарамыз. Үйінен обыск жасаңыз ақша шықпаса, онда ол аймамай төлейді, сондай бір нәрсе. Ұмытыңдар дегендей қылды ғой. Өздерін тексеріп алып көргенде сондай жағдайлар болды, қызықты. Өзің айтып отырсың, өзі эгистің қарамағында, қол астында қаншама басқа қазақтардан бөлек орыстар бар, украиндықтар бар, иә? Бізде былай ғой. Олардың мемлекеттерін айтып қойшы, басқа да мемлекеттерден келеді ғой. Оларда бір қандай да бір ел мемлекет жағынан қолдау бар ма оларға, мысалы? Ондай бір практикада бар ма негізі? Кәсіби бокста? Басқа мемлекеттерді білмеймін, бәрінің енді басқа біздің енді мемлекет және басқа да біздің СНГ-ның мемлекеттері былай ғой, чемпион болмай тұрған кезде ешкімге керек емес та. Чемпион болған кезде, ой, біз мені көмектескен сөйткенбіз, біздің дайындаған чемпион деп шыға келеді бәрі сөйтіп. Өйткені мен чемпионға дейінгі боксшыларды көрмедім, бір мемлекет қолдап жатқанын. Бірақ чемпион болған кезде сразу
Головкин біздің осындай боксшы біз қолдап отыр, біздің компания аты шығып жатыр деп сөйтіп кетеді. Чемпион болған кезде ғана жабыса кетеді, бәрінің ойы сол ғой. Өздеріне реклама жасау. Чемпион болмай тұрған кезде неге қолдамайды, неге көмектеспейді қазіргі кезде соны. Бізде негізі тек қана спортта емес, кез келген салада солай ғой. Мысалы, кез келген өнердің түрін алатын болса, шетелге шығып өзіңді дәлелдесең ғана барып сені Қазақстанда мойындайды. Неге солай бізде? Маған да қызық. Сол елімізде мысалы қазақ боксшылары жетіп жатыр, спортшылары. Іріктеп алсында сол жақтан дайындап ошаққа қарай жіберсін, ошақтағы мықты боксшылармен боксасын. Елімізде ғана отырып қалмай, сыртқа да шығып боксасын, үйренсін, көрсін. Солай ғой, мысалы басқа сала болса, шетелге шығып дамыса, шетелде қызығырақ, жаңағындай рейтинг өседі, сондай ғой. Бізде де бокста рейтингі өсу үшін шетел боксшылармен боксасымыз керек. Сол сияқты енді даму керек қой, қазіргі заманда өзіміздің қолдау көрсету керек. Жас әр саланы қолдап отырса, еліміз өседі, өркендейді, көркейеді. Менің де бір ойым бұл ютубқа шығарып, қарапайым халық көрсін, өзінің батырларын, өздерінің қандастарын, шетелде не істеп жүр, не қойып жүр. Көбісі біле бермейді да көбі. Мысалы, енді бокс әлемінде бокстан хабар бар, спорттың айналасында жүрген адамдар білетін шығар, кімнің не істеп жүргеніне. Бірақ қарапайым халыққа жеткізу керек сияқты меніңше. Әрине жеткізу керек. Бәрі бүйтіп шетелге келгенде бәрі қызық, оңай деп ойлайды. Бұл жақта кішкене қиын, шынын айтқанда қиынырақ. Бұйырса, енді өзің айтып отырсың ғой, мемлекетке болсын, басқасына болсын, халыққа болсын, сен керегіміз қазір ешкімге керек емеспіз. Чемпион болған кезде ғана керек боламыз деп. Енді бұйырса чемпион болуыңды тілеймін мен, шын жүректен бауырым ретінде. Сол үшін де келіп отыр. Осылай көрермен көрсін, халық көрсін деп. Сондықтан ертең чемпион болған кезде тағы да осылай бір отырып сұхбат тұрамыз ғой бұйырса. Алла қаласа. Әрине. Танымай кетпейсің ғой мені? Жоқ. Телефон алмай дейсің ғой. Жоқ, Алла қаласа. Кет үйгіреге. Гүлімізді алайық. Тосын сезіп тұрмыз. Кеттік. Үйге. Төледік. Алар мısın? İzdesің мені мұзар салған әнден ізден табар мısın? Мөлдір көзімді тағып да бір. Бүгінгі міне өзімнің келіншегім туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмір жасұзақ болсын. Осылай 3 баламның анасы, Қарлаш деген келіншегім. Туған күнімен. Рахмет. Рахмет. Тосын сый, ойда жоқ жасап едік. Ойламаған дедім. Асты. Етті келе жатыр, тамақты дайын қылып. Намазды құдай өсін. Аллаға рахым пайғамбар шапағат болсын. Асымызға бақ бер, басымызға амандық бер. Күлі бересін ауыз қыраттан аумин. Мынау NIBF белбеуі. Бұны шілде айының 5 күні Алматы қаласында украиндық боксшы Игорь Фанян деген боксшымен боксқан. Бұл NIBF деген бұрынғы кездері Мұхаммед Али, одан кейінгі Рой Джонстар, Оспойстар белбеу официальный етін. Қазіргі таңда бұны қазір шектетіп тұр, бірақ та мен осы белбеуге төбелесін. Әлемдік белбеу болды бұл. Бірінші орта салмақта осын жеңдім. Шілде айында 2019-да. Сосын 2019-дың қараша айында осы WBC Америка чемпионы. USBNC деп айтады. Осы белбеуді Аргентина қарсыласпен шығып, оны 3-ші раундта айқын басымдылықпен нокаутпен жеңдім. Осындай жетістіктерім. Және де тағы бір белбеуім бар, ол Қазақстанда. Ол NIBF деген осы WBC-дің алғашқы ең бірінші белбеуім сол, алғашқы белбеуім сол. Қазірше осы жекпе-жектерден алған жетістіктерім осы. Енді тек үлкен жекпе-жектер күтіп отырмыз. Алда қаласа үлкен жеңістер көп болады деген ойдамын. Өзім келіншегім Қарлығаш, үлкен қызым Тамирис,
осы біздің үйіміздің батыр қызымыз. Одан кейін кіші қызым Аделя. Осы шетелде, осы жақта Америка босанған өзіміздің қызым. Алдияр, кел тұр, кел. Кел аға. Алдияр деген өзімнің ізбасарым, тұяғым, ұлым. Өзім қазіргі таңда кішкене өзім осы спортта жүргендіктен өзіне де кішкене үйретіп жатырмын спортты. Бокста, футболға да барады. Алдияр енді өзіміздің көк туымызды көтеріп жүргендіктен әкең маған арнап өзің келін тұр. Өзіміздің қазақтың әнұранын айтып жібер. Қолымызда. Кетті, екі. Алтын күн аспана, алтындан дауысы, ерліктен дастана елеме қарасу. Ержеден ердеген таңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып егілемін, жырым болып төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Егіспен келістің, барлық жағдай жасаймын деді, контрактқа қол қойылды, келісімге келдіңдер, бір ауызша болсын, Соң бала шағаңды алып келдің. 2016 жылы апрель айынан бастап отбасында келдім. Ол кезде бір ұл, бір қызым болды. Олай алып келгеннен сразу бір дегеннен садикке орналастырдым. Ұлымды, қызым ол кезде 2 жаста болатын. Одан кейін жаңағыдай басым бір жақты болды. Контракт бар, үй төлемақы, үйдің жаңағыдай тамаққа бәрі жеткілікті болып тұр. Тек спортқа жекпе-жекке дайындалу керек болды. Соны дайындалып жүріп, осы уақытқа дейін 14 жекпе-жек өткіздім. Арасында 2017-те бір жарақаттар алып, мұрнымнан жарақат алып қатты. Білсеңіз, жаңағы бір жылдай сен бір үзіліс алып қалдың, Үзіліс алдым. 1,5 жыл бокс аспадым. 3-4 бойдан бас тарттым. Өйткені операциядан кейін өзім жағдайыма келе алмай қойдым. Оны сен операцияны осы жақта жасаттың ғой? Осы жақта бір жақсы маман бар дегеннен кейін соған мен бұл жақта бәрі мықты ғой. Сондықтан осы жақта жасатып көрейін деп осы жақтан жасатқан едім. Бірақ та бұл жақта мен жаңағы мұрным жарыста бойдан қабағым қатты жарылып, одан кейін кішкене зақымдаған екен мұрын барлығы. Сол мұрнымды сол кезде операция еткенде состоянием дейді ғой, состоянием нашарлап тұрғандықтан наркоз салады. Наркоз салған кезде көп мөлшерде дозасын салып жіберді бұл жақта. Соны кішкене қарамағам. Кейін білсем алдын ала психологпен жұмыс істеп, соның бәрін қадағалап барып салу керек екен. Біз оны менде ойда түк жоқ. Бірінші істеп жатырмын, жай үшін жарты сағат ұйықтаймын, одан кейін жасайды деп ой болған. Мені наркоз салады, наркоздан жарты сағат емес, мен 5 сағаттай оянбадым. Мені кәдімгідей аппаратпен оятып алған. Сосын тұрсам, 2 аяғым жұмыс істемейді, аяқ қолым жұмыс істемейді. Әше бәрі үйіп қатып қалған, қан бәрі жүрмейді. Сондықтан қиын болды. Сол кейін бірақ бұл жақта операция бізде мысалы балалар жасатты, білемін, что осындай мұрынға бокста бізде көп жағдай болып тұрады. Операциядан кейін бір 4-5 күн больница жасады. Бұл жақта сразу операция жасады, тұра алмай жаттым, аяғыма массаж жасап, уқалап, бір аппараттар қойып сөйтіп жаймен жүргізді. Бірақ қандай бір темірмен ұсталып жүрдім. Әжетханаға барам, кіші дәрет шықпайды, ішқұрылыстың бәрі шок состояние болған ба, түсінбедім, не жағдай болған. Содан кейін үйге барам, сол кезде кіші қызым дүниеге келген еді жаңадан, сол уақыт етін 2017. Анамда ол жақта қолдау болып бір 4-5 айға келген етін. Сол кісілер кішкене қазақтың салтасы бұрынғы ата-бабамыздың қалғаны народный средства сондайлармен аяқтарымды қыздырып, бүйтіп массаж деп аяғымды орнына келтірді. Бірақ ішқұрылыстың бәрі ауыра берді. Наркоздан кейін өз-өзіме келе алмай қойдым, бір сөзбен айтқанда. Келе алмай, бір бой береді, отказ беремін, 2 бой береді, отказ беремін, 3-ші бой отказ береді. Өйткені тренировка істей алмаймын. Бұл жақтан докторларға көрінем, тексерілем, бәрі таза болып шығады, организм шок алған дейді, организм баланс құртылған дейді. Сосын болмағандықтан Қазақстанға барып, өзім сол жақта біраз өзімізде қол жетімді болғандықтан көптеген жаңағыдай қанға вирус түскен деді, жаңа операция жатқан әртүрлі нелер берді, диагноздар. Сол жақтан барып біраз ем шаралар қолданып кішкене қол жетімді болғандықтан сол жақтан біраз емделіп 2018-де бірінші жекпе-жегіме жаймен шығып бастадым.
бір жақсы қарсылас берді, бірақ жекпе-жек жеңілген, бірақ 10 жекпе-жекте жеңген, бірақ мықты, өте тәжірибелі, қатты өзіме ішкі дүниеме қатты уайым болып шықты. Бірінші өзім ауырып тұр, қалай болады екен деп. Бірақ өзім ішкі сезіммен сезіп тұрмын, жеңетін. Бірақ та енді өзім екінші тараптан қарасам, жаңағыдай денсаулығыма байланысты нашар өнер көрсетіп қалам ба деген сондай туындады да. Уайым болды. Уайым болды қатты. Бір-екі күн ұйықтай алмай жағдай болды. Бірақ салмақтан өттік, аман-есен бәрі өтті. Келесі күні дайындалып, өзім бірінші раундта ол қарсыласыммен қара нәсіл еді. Бірінші раундта шығып, Аллахтың қалауымен бірінші раундта бір соққы жасадым, құлады. Сонымен екінші турда екінші нокаут, бірінші раундта жеңіп тастадым. Одан кейін уже өз-өзіммен де психологиялық тұрғыда да өз-өзіме жеңе бастадым. Бәрі өз қолымда екен ғой. Сөйтіп өз-өзімді дұрыстап, өз-өзіммен келе бастап, одан кейін бара осы жақын араладан бастап психологиялық тұрғыда психологтармен жұмыс бастадым. Сөйтсек, сол наркоз алған кезде психологиялық тұрғыда көп ауытқулар болған екен. Сол кезден бастап психологпен жұмыс жасағанда оңалар деген ойда болғам. Ішкі проблемалар ғой сонда. Ішкі проблемалар, ішкі данные, сол. Оның бәрін кейін жаңағы Айнұр Тұрсынбаева қазір біле берсең, сол айтыскер ақын сол кісінің бір-екі сабағына қатысып көрдім, содан біле бастадым, психологпен жұмыс істеу керек деген. Сол кісі арқылы бір жақсы маман психологпен жұмыс жасадым. Сол кісі арқылы Аллаға шүкір қазір бәрі оңай болып жатыр. Негізі Қазақстанда енді дамып келе жатыр ғой психологқа жүгіну деген нәрсе. Өйткені осы біздің толқында көп проблемалар бар, негізі шын мәнінде дұрыс айтасың. Психологпен жұмыс істеу керек. Енді оның қазір психологтың қаншалықты қандай деңгейде көмегі тиіп жатыр саған қазір осы тікелей эфирлерге шығып тұрасың арасында психологпен сен, психологпен тікелей эфирге не үшін айтып жатырмын, бізде бұл үрдісті ары қарай да негізі дамытқан дұрыс деп ойлаймын да. Бізде Қазақстанда елде біраз көптеген қоғамда проблемалардың көбі осы үй ішінде болып жатқан жағдайлар болсын, неше түрлі ата-ананың баламен қарым-қатынасы, ерлі-зайыптылардың бір-бірімен деген қарым-қатынасы араларында проблема болып тұрады. Және сол проблемаларды шешу жолында кейде біз сырттан іздейміз де көп нәрсені. Ал біраз нәрсе негізі адамның ішкі жан дүниесінде, сол оны біз кейде өзіміз соны таппай жатамыз. Ал психологтар сол жолда көмектесуге бір жолыңды ашып беретін сияқты шынымен де. Қаншалықты саған қандай деңгейде көмектесіп жатыр психолог? Маған енді жаңа жолын ашып береді дейсің ғой, енді жолын анық бүйтіп ашып бермесе де дұрыс бағыт бағдарды береді. Оның бәрі өзіміздің қолымызда екен. Өзіміздің қолымызда, өзіміздің басымыздағы миымызды дамыту арқылы және өзіміздің ойлау қабілетіміз арқылы, аузымыздан шыққан сөзіміз арқылы сөйле немесе үндеме деген сияқты, сондай дұрыс сөйле немесе үндеме дейді. Сол сияқты дұрыс сөйлей білу керек. Дұрыс жаңағыдай ойлау қабілеттерімізді дамыта білуіміз керек. Оның бәрі жаңағы маған көп әсер тиіп жатыр, жаңағы психологпен жұмыс жасаудың оң әсер тиіп жатыр. Өйткені басында сол Айнұр Тұрсынбаев ханым сол кісінің бір-екі айтқан, ол кісі де енді психолог маман болып жатыр ғой. Психолог мамандармен жұмыс жасау арқылы сол кісіден үйленгенін бізге жеткізді. Мен келіншегім екеуміз көрейікші деп екеуміз отбасымызбен қатысып, өзімізге керек заттарды алдым. Мен ол жерде бірінші қатысу себебім өзімнің ішкі жан дүнием денсаулығыма байланысты. Өйткені мен физически мықты болып тұрмын, өзім сезем. Бірақ психолог тұрғыда өзімнің әлсіздегенімді сол наркоздан кейінгі қатты әсер еткенін сезіп жүрдім. Соны ішкі дүниемді түзеу үшін сондай маманға жүгініп, сол кісіден біраз ақыл кеңес ала бастаған кезде, ол кісі осы маманның білетіндігін көзім жетті. Ол кісі өзінен мықтырақ психологқа мені жіберді. Мен саған барынша бердім деді. Бұдан артық саған өйткені көбірек қажет еді. Сондықтан қазіргі таңда жастарымызға өте жаңағыдай бала тәрбиесі деп жатсын, жаңағыдай ерлі-зайыпты ажырасып кету, бізде жаңағыдай бұрынғы Советский Союзбен не келіп жатыр, бізде менталитет сондаймен қалып кеткен. Бала-шағаны ұрып-соғып тәрбиелеу, әйелді өзіне бір таман сөз асырмай ұрып-соғу деген сияқты. Ол бұрынғы Совет өкіметіне қандай білмеймін, енді тарихқа қатты жоқпын, бірақ та қазақ халқын басқа да ұлттарды сөйтіп сондай алып қойық ішімдікпен сондай бала көрген істейді ғой, отбасына ішкеннен кейін олдан ертең ол да ішеді, ол да сөйтіп әйелін сыйламай отса, ертең ол да біреудің қызын сыйламайды. Или қыз біреудің күйеуін сыйламайды. Сол сияқты тәрбиелер бұрынғы орыстардың кезінен қалып кеткен деп ойлаймын. Сондықтан да осы қазіргі таңда
психологтармен жұмыс жасау өте маңызды деп ойлаймын жастарымызға. Қателеспесем, психологтарға көп жағдайда бір 70% әйел заты жүгініп жатады. Біздің қоғамда ол сәйкесінше бізде мынадай бір түсінік қалыптасқанда, ер адамдар психологқа мұқтаж емес, психологқа бару маңызды емес деп ойлайды да. Енді сен ер азамат ретінде мысалы айтып отырсың ғой, қазір психологтың жұмысы ол маңызды, міндетті түрде олмен кеңесу керек, ақылдасу керек, проблема болса шешу керек деп. Бірақ бізде көп жағдайда енді ер жігіттер бармай жатады. Не үшін бармайды деп ойлайсың? Ер бармайтын бәрі бізде енді көкіректік ойлаймын. Көкіректік бәрі сондай, мысалы өзі бітіріп жатқан түгі жоқ, істеп жатқаны жоқ, өзі стрессте, өз депрессияда жүр, бірақ ондай да емес, көкіректен соғады. Сен бір саты кішірейін, ол жерде саған психологтар андай психологияға жынды болып кетуі деген сабақтар етпейді. Ол жерде сені дұрыс жолға түсуіңді, Аллаға шүкір етуіңді, күнделікті берген істеген іс амалдарыңды оңынан болуыңды, кешірімді болуыңды, ата-анаңды, кішіні бауырларын құрметтеу, бауырларыңмен, туған туыстарыңмен қарым-қатынаста болуды, сондай бағыт-бағдар береді. Ол жерде көбінесе әр заттың қайыры бар екенін үйретіп, сондай есейді. Біздерді кішкене еркек адамдар көкіректікпен өз-өзін мен деп қойған осы, мен-мендікті бастырады, кішкене тәкаппарлықты кішкене төмендеткізеді. Сөйтіп сондайлармен мен мысалы маған психолог барған кезде өзім не деп барып тұрмын деп басында сондай ой болған. Маған психолог бірінші қалжыңдап айтқан маған: "Ей, сен боксер емессің бе? Сен мықты спортсменсің, саған не қажеті бар?" деп сөйтіп қалды. Мен айттым, білмеймін, бірақ келіп отырмын дедім. Кейін ол кісі мені сөйтіп сұрақтар қою арқылы өзіме екеуміз бірімізге сенім арту арқылы кәдімгідей ішкі дүниемнің тазарғанын өзім сезіп жатырмын, әлі де қатысып жатырмын, керек заттарды алып жатырмын. Өйткені ол психологпен жұмыс жасау арқылы ол психолог бізді іздеп келмеу керек. Біз маған керек зат болғандықтан мен психолог ізденіп бардым, мен ол кісінің алдына бардым. Ол сол кезде ғана екеуміздің арамызда жақсы қарым-қатынас болып, бірімізді түсініп, сондай жағдайда психологпен жұмыс жасаған кезде сіздерге көмектейді деп ойлаймын. Көбіміздің әйел адамға жүктеп қойып жатамыз. Әйел адам баланы тәрбиелеу керек, ертең өйту керек. Кейін баламыз дұрыс болмай жатса, әйел адам айтып, баламды көреді, сондай. Көбінесе біздерге бізге үміт артып отыр ғой, біздің отбасын құрғандықтан бала тәрбиесін бізде қалай, бізде енді өзекті проблеманы қозғап кеттің негізі. Мәдер, бұл біздегі Қазақстандағы әйел затының орны әлі де бір бекітілмеген сияқты. Білмеймін, бір адам құрлы көрмейтін сондай бір кездер. Сол тәрбиеге байланысты, өйткені ол ұрып соғады, ол бұрынғы кезде өзі ата-анасы сөйтіп ұрып соққан, өзінің әкесі әйелін, мамасын, анасын ұрған, соғанын бала стол басында соғыстырып қойып арақ ішкен, оның бәрін бала көріп өседі. Көргеннен қазіргі жастар сол 90-шы жылғы, сол 90-шы аяғындағы сол көріп өскен тәрбиені қазір таңда әлем кешіміздерде, ауыл жерлерде қолданып келеді. Әйелді қатты төмен санайды, кәдімгідей адам құрлы құл қылып санағандай далаға істейді. Оның бәрін үйдегі жастар, балалар өсіп жатыр қазір. Ол бала көргенді істейді, ол айтқан істемейді, көрген істейді. Ертең ол да сөйтіп ішіп, көшеде темекі тартып, ертең біреудің қызын, или өзі қызы біреудің баласы, өз қызын сөйтіп ұрып жатса, не істеп қойдың деп бір Аллаға сол кезде бәрі жүктенеді. Алла не істедің деп Аллахтан сондай кезде сұрайды. Ал қазіргі таңда өздері тәубеге келіп, өздері дұрыс иманын күшейтіп, өздері дұрыс жолда болса, дұрыс тәрбие берсе, бала сол кезде дұрыс тәрбие келеді деп ойлаймын. Осы мәселенің негізі бізде бұл проблема өршіп тұрғаннан кейін бізде қазір байқаймын, кейбір блогерлер, кейбір қоғам белсенділері дейік, осы тақырыпты бір діннің айналасында, осы діннің кесірінен, біздің ата дініміздің кесірінен деген сияқты сондай бір пиғылда демей-ақ қойын, енді білмеймін, сондай бір контекстте бергісі келеді бір қоғамға ше, мен білмеймін. Осы дінде әйелді ұруға болады екен, дінде әйелдің орны еркектен төмен, сондықтан да олар еркекке бағынышты болу керек. Сол орайда ол еркектің барлық айтқан істерін, айтқанын тыңдап жасауы керек, тиіс деп солай бір қоғамға солай ұсынады да, осы проблеманың бір өзегі сол деген сияқты қылып келтіреді кейбір қоғам белсенділері. Қаншалықты келісесің бұған?
Енді өз басым дін туралы басып жарып айта алмаймын, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп. Алхамдулилля, өзімде 5 уақыт намаздамын, бірақ та саған мысалға сен өз былай шет жағасын білесің, дін ұстанып жүрген азамат ретінде саған дін сондай нәрсені үйретеді ме? Шариғатта өйтіп айтады деп ойламаймын. Жаңағындай әйел деген ол ана ғой, ана. Ата-анаға түк демеңдер деп Құранда жазылған. Ата-анаға түк демеңдер деп. Ол ата-анаға түк деме деген ата-анаға қарсы сөйлеме. Ата-ана дегеніміз ол өзіміздің анамыз. Ол артымызда өсіп жатқан қызымызда, өзімнің келіншегімде ол да ана ғой. Сондықтан да мен де оны дұрыс деп санамаймын, жаңағындай ұрып соғу, бір саты төмен санау деп. Мен Аллаға шүкір, әйелімді осы 8 жылдай болды басқа тұрып жатқанымызға. Бір даже жауыз көтеріп сөйлеген болмаса, былай қол көтеретіндей жағдай, ондайға жібермеймін. Жіберетін себебім мен ол спортта мықтылығым, күштілігім емес, ол менің ар-намысым өзімнің. Ол әйел адамға қол көтеру, ол әлсіздік, ол өз төмен санаған адамдардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан да мен оны қате санаймын. Дінмен өздері адасып жүрген адамдар көп қазір. Анамен шатыстырады, мынамен шатыстырады. Сондықтан да кішкене ауытқып жатқан жағдай көп өзімізде, елімізде. Сондықтан да дұрыс тәрбие беру, дұрыс заттарды қарау керек. Қазір интернет желісі болсын, телевизордан да қайда жоқ бір жаман передачалар береді. Неге сол жерде дұрыс тәрбие туралы, дұрыс дін туралы тәрбиелі сондай телевидениеда жаңа сериалдар болсын, қызықты сондай видеороликтер түсірмейді деп ойлаймын өзіміздің қоғамда. Сол жағына кішкене құлдырап бара жатқан сияқтымыз. Америкаға келген кезде бір мынандай сезім болады, ол кез келген адамның сезімі болады. Бір шынымен елім, жерім деп елін сүйетін азаматта, менің де елім осындай болса екен ғой деген сияқты ондай бір ішкі жаңағы толғаныстары болады, ішкі ойлары болады. Қалай ойлайсың, біздің ел қашан осындай деңгейге жетеді? Қашан деп нақты айта алмаймын оны. Өйткені саясатқа қай кезде болса да, қай кезде ол біздің қолда, ол біздің жастардың қолында деп ойлаймын. Сондықтан біз атсалысуымыз керек. Әр сен бар, мен бар, әр қайсымыз Қазақстанда жүрген, әр қазақ халқы шетелде жүрген, әр қазақ өз ел үшін, өз жері үшін кішкене болса да үлесін қосса, дұрыс бағыт бағдар, артымызда өскен тәрбие, жастарымызға деген дұрыс бағыт бағдарды беріп, жаңағындай үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты тәрбиені берсек, жаңағындай Европаға, Америкаға еліктемей, жаңағындай андай кішіпейілдік танытпай, жаңағындай мендеп кетпей, кішкене дұрыс бағытта тәрбие беріп, сондай өзіміздің үлесімізді қоссақ Қазақстанға дұрысталады деп ойлаймын. Егер жаңағындай дұрысталмай, жаңағындай коррупция дейді, коррупцияға, ақшаға, дүниеге бола, дүние ғой, дүниеге бола ұмтыла берсек, дүниеге дүниеге ұмтылса, онда мен ойламаймын, жақын арада Қазақстан шетелдегіндей болады деп ойламаймын. Өйткені қазіргі таңда елімізде әр адам өз үлесін дұрыс бағыт бағдарды бермесе, жақын арада жақсарады деп үміттенемін. Мен өзім осы Америкаға келгелі бері қаншама азаматтармен таныстым. Студенттер бар, өз күштерімен келген балалар бар, өзің сияқты спортшылар бар. Оған қоса біздің дөкейлердің деп айтайықшы былай, шенеуніктердің балалары да осында білім алады. Әңгіме барысында бір сондай бір елге қайту, елмен болашақтарын мүлдем байланыстырмайтын білесің. Енді ол жастар, әркімнің өз еркі ғой, не болса да, бірақ сенің отбасыңа келетін болсақ, ертең болашақта сенің балаларың осы жақта қаламыз деп, жоқ Қазақстанға бармаймыз деп шешім қабылдап жатса, сенің сөзің сол кезде оларға айтатын. Ол кезде егер сондай аузынан сөз шықса, сол жерден тоқтатып, документін бәрін бітіріп, елге алып кетемін. Елде екі жақты жүріп дамымаса, мен тек бір жақты осы жақты қалам, осы жақтың өмірімен сүремін десе, онда кәдімгідей енді қамшыны алуға тура келеді ол кезде. Қамшылап болсын елге апарып, өзім өткен елім үшін, жерім үшін деп өзім сөйтіп келдім ғой спортта. Енді балаларымда сөйтіп, енді қыздарыма істемеймін, балама азамат болғандықтан сондай жүкті артам болған. Қыз бала енді қонақ болғандықтан әрине қазақ, өзіміздің қазақ
қазақ бауырымызға, қазақ өзіміздің қандастарымызға тұрмысқа беруді өзім сондай ойдамын. Ал осы жақтағы жаңа студенттер деп атсын, жаңағыдай атқамінерлердің балалары деп атсың, сондайлар бар. Я кездестім. Олардың әңгімесі, я шындапты қазақша сөйлескісі келмейді. Мен қазақша сөйлеп бассам, тақия киіп барсам, ол Мамбет дегендей мағыналарды ұстанады. Араласқысы келмейді, көзім жетті оған. Өйткені мен әдейіге киіп барам, әдейіге киіп жүрем. Өйткені мен қазақилығын көрсеткім келеді. Өйткені мен әкем киген, атам киген, ата-бабамыз қазақтар киген. Неге біз қазір жоғалтсақ, бұл салт дәстүрді осындай жаңағыдай қалталы азаматтардың болсын, жаңағыдай тәрбие көрмеген азаматтар осындай заттарға ұшырап жатыр. Сондықтан біз дұрыс бағыттарды беруге тырысамын. Және қасымда жүрген жігіттерге де айтып, мүмкіншілігінше айтам. Өйткені маған қазақтың өзіміздің салт дәстүріміз андай маңызды болғандықтан мен айта жүремін әркімге. Қазір карантин уақытында ешқандай іс-шаралар болған жоқ, жекпе-жектер болған жоқ. Енді ол белгілі барлықтарына. Енді алдағы жоспар қандай? Менеджерің не айтуда? Жаңалықтар бар ма? Алда келе жатқан. Қазіргі таңда қарсылас белгілі, бірақ уақыты белгісіз. Белгілі уақыты, бірақ әлі қағаз жүзінде контракт қол қоймадық. Қыркүйек айының 26 күні болған. Бірақ қарсылас қол қоймай жатыр, біз жақтан да қол қойылмай жатыр. Өйткені менеджер бар, промоутер бар. Сол кісілер жаңағыдай екі жақта келісімшарттар дұрыс болмай жатыр. Ақшалай еңбегі бар, гаранар дейді. Соларды келісімшарттар толығымен болмай жатқандықтан 100% айта алмаймын. Бірақ жаттығуларым жасалып жатыр, бүгін өзің көргендей. Жақсы. Мәке, енді білесің, жастар өсіп келе жатқан, жас өспірімдер болсын, кәсіби деңгейде айналып жүрген жастар болсын, бокспен. Олардың да бір арманы, бір жоспарлары, мақсаттары бар. Америкаға келгісі келетін адамдар қаншама, спортпен байланысы бар. Соларға жалпы не айтасың өзің? Қандай ақыл кеңесіңді айтасың? Өзің салған жолың бар, сол тәжірибең бар, ақыл кеңесіңмен бөлісе кетсең енді. Енді бұл салған жол деп жатсың ғой, енді бұл сол жолды алдын біздің ағаларымыз ғой, біздің қанша үлкен Бейбіт Шүменов бар, Геннадий Головкин бар, сол кісілер жол салып кетті. Біз ол ізбен басып келеміз. Біз артымыздан із қалдырып жатырмыз. Ол ізді артымыздан жастар бассын деген айтар тілегім, ниетім оларға. Осы шетелгенді бірақ айта алмаймын, бірақ та ешкім сендерді бейді құшақ жайып күтіп тұрған жоқ, бірақ көптеген қиындықтарға төзеп білу керек. Өзім енді осы жолды ізді салып келе жатқандықтан осы жолмен біраз жастарға өзім көмек тиеді деген ойдамын. Алда қаласа маған егер хабарласам, көмек сұраған жастар болса, әрдайым қол ұшын беруден аянбаймын, көмектесемін қолымнан келгенше. Қандай жағдай болмасын, спорт жағдайында, тек спорт жағдайында спортқа келіп, дұрыс бағыт-бағдарды беріп, жақсы промоутер, менеджер кім екенін түсіндіріп, анықтап, менеджер бар, өз жұмысын атқарады, матчмейкері бар, спорттағы енді біздегі катманы бар, басқасы бар. Соның бәрін дұрыс бағыт-бағдарды беріп, өзім өткен тәжірибемді сол жастарыма берем деген үміттемін. Сондықтан жастарыма тек тілерім, алға қойған мақсаттарыңа, армандарыңа жетуге тілектеспін. Тек мақсат қойыңдар, арманға жетесіңдер, әр арман орындалады деп ойлаймын. Сондықтан да тек алға. Саған рахмет осылай сұхбатқа келіскеніңе, уақытыңды бөлгеніңе. Енді біздің көрермендерге қызық болды деген ойдамын. Болашақта енді армандарың, жоспарларың бар екен. Соған жетуіңе әбден бізде шын жүректен тілектеспіз. Құрметті көрермендер, көріп тамашалағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Міндетті түрде өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, осында төменде видеоның астында комментарий жазсаңыздар болады. Мадиардың жеке өзінің инстаграмдағы парақшасында төменде сипаттамада қалдырып кетем. Жеке өзіне шығып та осы спортқа қатысты сұрақтарыңыз болса, көмектесем деп отыр, жол сілтеймін деп отыр. Мархабат. Ендеше барлықтарыңызға тағы да рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Күндеріңіз жақсы болсын, аман болыңыздар.